Саламатсыздар ма? Арманама қош келіпсіздер. Сіздермен бірге Диана. Бүгінгі видеода біз осындай өте жұмсақ болып шығатын пияздан дайындаймыз. Жаңадан қосылған көрермен болсаңыз, подписаться батырмасын басып, қоңырашаны басып қойыңыздар. Сонда жаңа шыққан видеоларымды өткізіп алмай көресіздер. Жұмысымызды осындай сүтімізді үлкендеу ыдысымызға құйып алдық. Сүті мұздай, сондықтан үстінен қайнап тұрған ыстық суды қостым. Үстінен тұз, құмшекер және дрожжи салып араластырамыз. Тұзымыз бен құмшекеріміз ерігенге дейін араластырып, үстінен сұйық майымызды құйып, және ұнымызды електен өткізіп саламыз. Алдымен осы лопаточка көмегімен араластырып, кейіннен қолда қамыр елей бастаймыз. Ұнды аз-аздан салып барыңыздар, бірден көп салып қоймаңыздар, сонда қатты иленіп қалады. Сондықтан жұмсақтау шығу үшін әрқашанда ұнды аз-аздан салып барыңыздар. Сұрыпына қарай ұнның граммы да, кететін көлемі де өзгере бастайды. Жұмсақ қамыр елейміз. Үстін аздап ұрпақ жасап, осына ұн сеуіп, үстіне пищевой пленка немесе целлофановый пакет жауып, 2 сағат тындырып қоямыз. Сол кезде 2 сағат ішінде жылы жерде ашиды қамырымыз. Қамырымыз дайын болғанға дейін ішіндегі начинкасын дайындап аламыз. Пияз көптеу болғаны жақсы. Менде 6-7 пияз көлемінде. Үстінен бұрыш пен паприка салдым. Көк пияз және ас көгімізді салдым. Үстінен қосамыз тұз және сұйық май. Жақсылап жеңіл-жеңіл етіп араластырып жібереміз. Қатты мыжымаймыз, пиязымыздың суы шығып кетеді. Мінеке қамырымыз дайын, осындай әдемі болып көтерілді. Столымыз үстіне азығында ұнды ұрпақтап, қамырымызды түсіріп, 2-ге немесе 4-ге бөліп аламыз. Менде осындай орташа көлемдегі 4 нан болып шықты. Сіздер егер әрбір листі біреу-біреуден пісіретін болсаңыздар, кәдімгідей 2-ге бөліп қойсаңыздар да болады. Менде дәл осы қамырдан тура 4 нан болып шықты. Мінеке осындай көлемде мен жайып алдым, үлкендеу етіп. Қатты жұқа емес, астындағы осындай силиконовый ковригім көрінбей тұр. Үстінен сары май немесе жақсы сапалдағы маргаринді салып, қатты қайнатып жібермеймін, жай ғана босаса болды. Осындай етіп жайып шығамыз. Үстінен дайындаған начинкамызды тура 4-ге бөліп алдым. 4-тен 1 бөлігін саламыз. Және осындай етіп жайып шығамыз. Шеттеріне жабылатын жерін қатты жақындатпаймыз. Осылай жайып шыққан соң нығыздап, жақсылап нығыздап ораймыз. Осындай орап болып, шеттерін жақсылап жабыстырып шығамыз. Дәл видеодағыдай етіп, осындай улитка етіп орап аламыз. 5-10 минут тындырып, осындай қолда, алдымен қолда жайып аламыз. Мүмкіншілік барынша, егер қатты оқтаумен жаятын болсақ, осындай тесіліп, жыртылып кетеді. Сондықтан мен осындай шамалы ұрпақтау етіп, қолда жайып, кейіннен оқтауда 1-2 рет тартып жібердім. Үстінен жұмыртқаның сарысыны жағып шығамыз. Мінеке нанымызды жайып болған соң тура 5 минут тындырып, қызып тұрған пешімізде 180-190 градуста 30-35 минут шамасында пісіріп аламыз. Жоғарғы отта пісіріп алсаңыздар, аралары піспей қалады. Мінеке осылай дайын нандарымыз жылы кезінде дастарханға тартамыз.
Мінекей дайын болған нандарымызды жылы кезінде дастарханға тарттық. Осындай сарғыш болып, әп-әдемі болып пісті. Өте үлпілдегіш, жұмсақ, тәбет ашарлы нан болып пісті. Сіздерге де жасап көруді кеңес беремін. Мінекей араларын ашып көрсетіп жатырмын. Өте жақсы, әдемі болып піскен. Видео ұнаған болса, лайк басып, арнамды қолдап кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Диана. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.